Ерлан таңертең әдеттегідей ерте оянды. Терезеден түскен күн сәулесі бөлмені жарық қылып тұр екен. Ас үй жақтан ыдыстың сылдыры естілді. Бұл Жанардың күнделікті тірлігі. Ерлан орнынан тұрып, беті қолын жуды да ас үйге кірді. «Қайырлы таң», деді Жанар күлімсіреп. «Қайырлы таң». Үстелде ыстық шай мен таңғы ас дайын тұрды. 12 жыл бірге тұрған адамдар үшін мұндай көрініс үйреншікті нәрсе болатын. Бірақ сол үйреншікті тірліктің өзінде тыныштық пен жылылық бар еді. Аздан кейін мектеп формасын киген ұлдары жүгіріп келді. «Әке, бүгін кешке ерте келесіз бе?» Ерлан баласына қарап жымиды. «Көреміз, жұмысқа байланысты». «Өткенде де солай дегенсіз?» Жанар ұлына қарап, «Әкеңнің жұмысы көп қой», деді. Ерлан ештеңе демеді. Соңғы кездері шынында да жұмысы көбейіп кеткен. Компанияда жаңа жобалар басталып, жауапкершілік артқан еді. Таңғы астан кейін ол сырт киімін киіп, жұмысқа жол тартты. Қала көшелері баяу оянып жатқан. Көліктер көбейіп, адамдар асырып барады. Ерлан да солардың бірі. Күн сайынғы бірдей маршрут, бірдей кеңсе, бірдей құжаттар, бірдей жиналыстар. Кейде оған өмірі тым бір сарынды болып кеткендей көрінетін. Бірақ мұндай ойларды ол тез ысырып тастайтын. Себебі оның отбасы бар, тұрақты жұмысы бар. Басқа не керек? Кеңсеге кірген кезде әріптестерімен амандасып өтті. Солардың ішінде ең жақыны Ғалымжан. Екеуі бірнеше жылдан бері бірге жұмыс істейтін. «Ереке, бүгін директор тағы жиналыс өткізеді екен», деді Ғалымжан. «Тағы ма?» «Иә, бітпейтін жиналыс болды ғой». Екеуі күліп алды. Күн әдеттегідей басталды. Құжаттар, кестелер, телефон қоңыраулары, кездесулер. Түскі асқа да әрең уақыт тапты. Кешке қарай Ерлан қатты шаршағанын сезді. Сағатқа қарады. Үйге қайтатын уақыт болған. Сол кезде телефонына Жанардан хабарлама келді. «Бүгін ертерек келсен жақсы болар еді. Ұлым сені күтіп жүр». Ерлан хабарламаны оқып шықты. Бірнеше секунд ойланып отырды. Сосын «Тырысамын» деп жауап жазды. Бірақ өзі де оның тағы кешігетінін білетін. Жұмыс үстеліндегі қағаздарға қарап ауыр күрсінді. Кейде адам маңызды нәрселерді кейінге қалдыра береді. Оның кейін қаншалықты қымбатқа түсетінін сол сәтте ешкім ойламайды. Осындай өмірден алынған оқиғалар ұнаса, арнамызға жазылып, пікір жазып отырмыздар. Келесі күні Ерлан жұмыстан әдеттегіден кеш шықты. Кеңседе тағы бір жиналыс созылып кеткен. Көлігі жөндеуде болғандықтан ол такси шақырмақ еді. Бірақ көшеде кептеліс көп екен. Телефонынан бірнеше қосымшаны қарап шықты. Барлығы бірдей жауап көрсетті. Күту уақыты 20 минут. Ерлан жақын жердегі кофеханаға кіріп, уақыт өткізуді жөн көрді. Іште адам көп емес екен. Терезе жанындағы бос орынға барып отырды. Бір шыны кофе алды. Телефонын ашып, жұмысқа қатысты хаттарды қарап отырды. Сол кезде қарсы үстелден бір дауыс естілді. «Кешіріңіз, мына орын бос па?» Ерлан басын көтерді. Алдында шамамен өзімен қатарлас жастағы әйел тұр екен. «Иә, отыра беріңіз». Кофеханадағы басқа үстелдердің көбі бос болғанымен, әйел дәл осы жерге жайғасты. Бірнеше минут екеуі үнсіз отырды. Әйел ноутбугын ашып, бірдеңемен айналысып кетті. Бір кезде оның қолындағы қалам жерге түсіп кетті. Ерлан еңкейіп алып берді. «Рахмет, оқасы жоқ. Бүгін бәрі қолымнан түсіп жатыр», деді әйел күліп. «Ондай күндер болады». Әйел жымиды. «Мен Мадинамын». Ерлан: «Танысқаныма қуаныштымын». «Маған да». Әңгіме осылай басталып кетті. Алғашында ауа райы туралы сөйлесті, кейін жұмыс туралы. Мадина өзін жарнама агенттігінде жұмыс істейтінін айтты. Сөзі анық, өзін еркін ұстайды. Әңгімелесуге жеңіл адам сияқты көрінді. Ерлан байқамай біраз уақыт өткізіп алғанын аңғарды. Сағатқа қараса, жарты сағат өтіп кетіпті. Телефоны дір ете қалды. Жанар хабарласып жатыр екен. «Кешіріңіз, жауап беруім керек», деді Ерлан. «Әрине». Ерлан қоңырауды қабылдады. «Лезасын? Қайдасың?» «Жұмыстан енді шықтым». Ерлан осы сөзді айтқан сәтте өзіне біртүрлі болып кетті. Өйткені бұл толық шындық емес еді. Ол қазір жұмыста емес, кофеханада отыр. Жанар тағы бірнеше нәрсе сұрады. Ерлан қысқа жауап берді. Қоңырау аяқталған соң біраз үнсіз қалды. Мадина оған қарамады, бірақ бәрін естігені анық еді. «Жұбайыңыз ба?» деп сұрады ол. «Иә». «Ұзақ жылдан бері бірге тұрасыздар ма?» «12 жыл болды». «Жақсы екен». Ерлан басын изеді. Көп ұзамай орнынан тұрды. «Мен кетейін». «Жақсы, танысқаныма қуаныштымын». «Маған да». Екеуі қоштасты. Ерлан сыртқа шықты. Көлікке отырып үйіне қарай бет алды.
Жол бойы ол әлгі әңгімені бірнеше рет есіне алды. Ешқандай ерекше нәрсе болмаған сияқты. Жай ғана кездейсоқ таныстық, жай ғана қысқа әңгіме. Бірақ сол кештен кейін Мадинаның жүзі оның ойына бірнеше рет орала берді. Бір апта өтті. Ерлан күнделікті тірлігімен жүрді. Жұмыс, үй, қайтадан жұмыс. Кофеханадағы таныстықта бірте-бірте ұмтыла бастаған. Бірақ жұма күні кешке күтпеген жағдай болды. Ерлан кеңседен шығып, көлігі тұрған жерге қарай бет алған. Кенет қарсы беттен таныс жүзді байқап қалды. Мадина. Ол да Ерланды бірден таныды. Ерлан? Мадина? Екеуі еріксіз күліп жіберді. Қандай сәйкестік, деді Мадина. Расында. Жұмыстан келе жатырсыз ба? Иә, сіз ше? Мен де. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Мадина. Кофе ішіп кетуге қалай қарайсыз, деді. Ерлан ойланып қалды. Шын мәнінде үйге қайтуы керек еді. Жанар таңертең, бүгін ертерек келсем жақсы болар еді деп айтқан. Бірақ дәл қазір ол бұл туралы ойлағысы келмеді. Жақсы, көп отырмаймын. Мен де. Олар жақын жердегі кофеханаға кірді. Бұл жолы әңгіме әлдеқайда еркін өрбіді. Мадина күлгенді жақсы көреді екен. Өмірде көрген қызықтарын айтып отырды. Кейде өзі туралы, кейде жұмысы туралы. Ерлан байқамай күліп отырғанын сезді. Соңғы кезде ол мұншалықты еркін сөйлеспеген сияқты. Телефоны тағықта дірілдеді. Жанар. Ерлан экранға қарап отырып қалды. Мадина байқап қойды. Жауап беріңіз. Қазір. Бірақ Ерлан қоңырауды қабылдамады. Телефон үнсіз қалып қойды. Бірнеше секундтан кейін хабарлама келді. Қайдасың? Ерлан жауап жазуға асықпады. Сәлден соң ғана. Жұмыстамын, кейін хабарласам деп жіберді. Хабарлама жіберілгеннен кейін оның ішінде бір түрлі сезім пайда болды. Өйткені бұл жолы ол самалы түрде өтірік айтты. Жанар оған сенетін, ал ол болса дәл қазір бөтен әйелмен кофе ішіп отыр. Бір нәрсе болды ма деп сұрады Мадина. Жоқ, ештеңе емес. Әңгіме жалғаса берді. Сыртта кеш батып кеткенін олар байқамай қалды. Сағат 9-дан асып кеткен еді. Мен кетейін, деді Ерлан. Жақсы. Олар сыртқа бірге шықты. Мадина такси күтіп тұрды. Қайта кездесерміз мүмкін, деді ол күлімсіреп. Мүмкін. Такси келіп тоқтады. Мадина көлікке отырды. Есікті жабар алдында. Ерлан, сізбен сөйлесу қызық екен, деді. Маған да. Такси қозғалып кетті. Ерлан біраз уақыт орнында тұрып қалды. Сосын телефонын шығарды. Жанардан 4 қабылданбаған қоңырау. 2 хабарлама. Үйге барған кезде Жанар есікті өзі ашты. Кеш қалыпсың. Жұмыс көп болды. Жанар үндемеді. Тек оның көзіне бір сәт қарап тұрды. Ерлан алғаш рет сол қарапайым өтіріктің салмағын сезінді. Бірақ бәрібір шындықты айтпады. Осы кездесуден кейін Ерлан мен Мадина жиі сөйлесе бастады. Алғашында күніне 1-2 хабарлама ғана. Кейін телефон арқылы сөйлесетін болды. Кейде түскі үзілісте, кейде кешке. Бір қызығы, олар күн сайын сөйлеспесе де, бір-бірін ойлайтын болды. Ерлан мұның дұрыс емес екенін түсінетін, бірақ өзін ақтаудың жолында тауып қойған еді. Біз жай ғана сөйлесіп жүрміз. Ешқандай жаман нәрсе жоқ. Мен отбасында тастап жатқан жоқпын ғой. Осындай ойлар оны тыныштандыратын, бірақ шындық басқаша болады. Бір күні түсте Мадина хабарласты. Бүгін уақытыңыз бар ма? Неге? Жай ғана серуендейік, дедім. Ерлан бірден жауап бермеді. Білмеймін. Егер ыңғайсыз болса қойыңыз. Жоқ, серуендеуге болады. Кешке олар қаладағы саябақтардың бірінде кездесті. Күздің алғашқы салқыны сезіле бастаған. Ағаш жапырақтары сарғайып тұр. Екеуі баяу жүріп келе жатты. Әңгіме әртүрлі тақырыпқа ауысты. Бала шақ, армандар, өткен өмір. Кейбір адамдармен сөйлесу оңай болады. Мадина сондай адам еді. Ерлан оның жанында өзін жайлы сезінетін. Тіпті кейде үйдегі мәселелерді де айтып кететін. Жанар жаман адам емес, деді ол бір сәтте. Мен олай деген жоқпын ғой. Білемін. Онда неге ақталып тұрсыз? Ерлан жауап бере алмады. Мадина да бұл әңгімені созбады. Күн батып, адамдар азая бастағанда, олар көлік тұрағына қарай жүрді. Сол жерде күтпеген нәрсе болды. Мадина сүрініп кетіп, тепе-теңдігін жоғалта жаздады. Ерлан қолынан ұстап қалды. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Бірнеше секунд. Ешкім ештеңе айтпады. Сосын Мадина ақырын ғана қолын тартып алды. Рахмет. Оқасы жоқ.
Бірақ екеуі де сол сәттің жай ғана кездейсоқ нәрсе емес екенін түсінді. Үйге қайтқан жолда Ерлан мазасыз болды. Ол өзінен өзі ашуланды. 40-қа жақындаған ер адамның мұндай әрекеті ақмақтық екенін жақсы білетін. Үйге кірген кезде Жанар ас үйде жүрген. Келдің бе? Иә. Тамақ ішесің бе? Кейінірек. Жанар оған қарады. Шаршаған сияқтысың. Сәл ғана. Жанар жақындап келіп, соңғы кезде біртүрлі болып жүрсің, Ерлан, деді. Бұл сөз Ерланға ауыр тиді. Себебі Жанар дұрыс айтып тұрған. Соңғы кезде ол шынымен өзгеріп кеткен. Телефонын жиі жасырады. Ойға батып кетеді. Үйде аз сөйлеседі. Бірақ ол тағы да шындықты айтпады. Жұмыстан ғой. Мүмкін. Жанар одан әрі сұрамады. Сол түні Ерлан ұзақ ұйықтай алмады. Бір жағында Жанар, бір жағында соңғы бірнеше аптадағы оқиғалар. Ол бәрін тоқтату керек екенін түсінді. Мадинамен араласуды доғару керек еді. Дәл қазір, дәл осы жерде. Бірақ келесі күні таңертең телефонына Мадинадан хабарлама келді. Қайырлы таң. Кеше жақсы серуен болды. Ерлан хабарламаға ұзақ қарап отырды. Сосын қысқа ғана жауап жазды. Маған да ұнады. Осылайша ол өзі қою керек болған шекараны өзі бұзып өтті. Келесі бірнеше аптада Ерлан мен Мадинаның кездесулері жиілей түсті. Бастапқыдағы қысқа әңгімелер енді ұзақ сөйлесулерге айналды. Ерлан кейде жұмыстан кейін бірден үйге қайтпайтын болды. Бұрын кешіксе, шынымен жұмысы көп болатын. Ал қазір кейде өзі де кешігудің себебін түсіндіре алмайтын. Бір күні Жанар кешкі ас үстінде. Сен соңғы кезде қатты өзгердің, деді. Ерлан үнсіз қалды. Не өзгерді? Бұрын үйге келген соң бізбен сөйлесетін едің. Қазір ойым басқа жақта сияқты. Жұмыстан шаршаймын. Мүмкін. Жанар одан әрі ештеңе айтпады. Бірақ оның көзқарасынан күдік байқалатын. Ерлан соны сезді. Сол кеште ол ұзақ уақыт телефонға қарап отырды. Мадинадан хабарлама келген. Ертең кездесеміз бе? Ерлан жауап жазбай біраз отырды. Сосын, кездесейік, деп жіберді. Ертеңінде олар қаланың шетіндегі тыныш мейрамханада жолықты. Кеш жақсы өтіп жатты. Екеуі күліп сөйлесті. Бұрынғы кездесулер сияқты. Бірақ бұл жолы араларындағы қиқашықтық азайған еді. Әңгіме де өзгерген, көзқарас та өзгерген. Бір кезде Мадина: Ерлан, мен бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине. Сен бақыттысың ба? Бұл сұрақ күтпеген жерден қойылды. Ерлан жауап беруге асықпады. Неге сұрап тұрсың? Жай ғана. Білмеймін. Білмейсің де. Бұрын білетінмін. Мадина үнсіз қалды. Ерлан да үнсіз отырды. Ол дәл сол сәтте өз өмірінде бір нәрсе жетіспейтіндей сезінетін, бірақ нақты не екенін өзі де түсінбейтін. Кеш аяқталғанда олар сыртқа бірге шықты. Жаңбыр сіркіреп тұр екен. Айналада адам аз. Мадина қолындағы сөмкесін түзеп жатып. Жаңбыр күшейетін сияқты, деді. Ерлан басын изеді. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Содан кейін бәрі өте жылдам болды. Олар бір-біріне жақындады. Бұл алдын ала жоспарланған нәрсе емес еді. Бірақ тоқтатуға болатын еді. Екеуі де тоқтатпады. Сол түні Ерлан үйіне өте кеш қайтты. Жанар ұйықтамай отыр екен. Теледидар қосулы, бірақ өзі экранға қарап отырған жоқ. Келдің бе? Иә. Тамақ іштің бе? Иә. Жанар басын изеді, басқа ештеңе сұрамады. Сол үнсіздік Ерланға ауыр тиді. Өйткені дәл қазір оның ішінде бұрын болмаған кінә сезімі пайда болған еді. Жуынатын бөлмеге кіріп, айнаға қарады. Өз бейнесіне ұзақ қарап тұрды. Бірнеше сағат бұрын болған жағдай көз алдынан кетпеді. Ол шектен өтіп кеткенін түсінді. Енді бәрі бұрынғыдай болмайтынын да түсінді. Бірақ ең қауіптісі, ол болған іске өкінудің орнына Мадинаны қайта көргісі келіп тұрғанын байқады. Ал дәл осы ой кейін оның өмірін мүлде басқа арнаға бұрып жіберетін еді. Осы оқиғадан кейін бірнеше күн өтті. Ерлан өзін жұмыспен алдауға тырысты. Құжаттарға үңілді, жиналыстарға қатысты. Үйде баласымен көбірек сөйлесуге тырысты. Бірақ ішіндегі мазасыздық кетпеді. Мадинамен арадағы жағдайды тоқтату керек екенін түсінетін, бірақ тоқтатпады. Керісінше, олар тағы бірнеше рет кездесті. Бір күні түстен кейін Ерлан жұмыс үстелінде отырған. Телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Алғашында мән бермеді, бірақ хабарламаны ашқан кезде жүрегі зу ете қалды. Экранда өзімен Мадинаның суреті тұр еді. Екеуі мейрамханадан шығып келе жатыр.
Сурет алыстан түсірілген, бірақ жүздері анық көрінеді. Ерлан орнынан тік көтеріліп кетті. Қолдары тірілдей бастады. Бірнеше секундтан кейін тағы бір хабарлама келді. Жақсы жұбай екенсің. Ерлан айналасына қарады. Кеңседе бәрі бұрынғыдай жұмыс істеп отыр. Ешкім ештеңе білмейтін сияқты. Ол дереу нөмірге қоңырау шалды. Бірақ ешкім көтермеді. 1 минуттан кейін телефон қайтадан дыбыс берді. Бұл жолы жаңа сурет келген. Қонақ үйдің кіреберісіндегі бейне камерадан алынған кадр. Ерлан тынысы тарылғанын сезді. Ол кабинетінен шығып, дәліздің соңына барып тоқтады. Сол кезде телефон шырылдады. Тағы да бейтаныс нөмір. Ерлан бірден көтерді. Тыңдап тұрмын. Арғы жақтан сабырлы ер адамның дауысы естілді. Ақыры жауап бердің ғой. Сен кімсің? Оның саған қажеті жоқ. Не қалайсың? Әзірге ештеңе. Бұл не ойын? Ойын емес, Ерлан. Ер адам оның атын анық айтты. Ерлан үнсіз қалды. Қорқып кеттің бе? Сен кімсің дедім ғой. Асықпа, уақытымыз көп. Қоңырау үзіліп қалды. Ерлан қайта хабарласты, бірақ телефон өшіруледі. Сол күні ол жұмысты да дұрыс істей алмады. Көңілі алаңдап отырды. Кешке Мадинаға хабарласты. Бізді біреу бақылаған. Не? Маған суреттер жіберіп жатыр. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Қандай суреттер? Біз түскен суреттер. Көрсетші. Ерлан бәрін жіберді. Бірнеше минуттан кейін Мадина қайта қоңырау шалды. Дауысы бұрынғыдан өзгеше еді, мазасыз. Бұл кім болуы мүмкін? Білмеймін. Біреуге айттым ба? Жоқ, айтпа. Неге? Әзірге ешкімге айтпа. Ерлан ойланып қалды. Мадина, сен бірдеңе білесің бе? Жоқ, шынымды айт. Мен де сен сияқты бірінші рет көріп тұрмын. Әңгіме аяқталған соң Ерлан біраз уақыт үнсіз отырды. Ішінде жаман сезім пайда болған. Бірақ ол бұл жағдайдың қаншалықты ауыр болатынын әлі түсінбеген еді. Түн ортасына таман телефонына тағы бір хабарлама келді. Бұл жолы мәтін ғана. Ертең кешкі сағат 7-де қоңырау күтіп отыр. Көтермесең, суреттер әйеліңе жіберіледі. Ерлан экранға ұзақ қарап отырды. Ал көрші бөлмеде Жанар олмен бірге күліп сөйлесіп отырған еді. Келесі күні Ерланның мазасы қашты. Таңғы ас үстінде де көп сөйлемеді. Жанар бірнеше рет сұрақ қойды, бірақ ол қысқа ғана жауап беріп отырды. Бір нәрсе болып қалды ма? Жоқ. Өңің қашып тұр. Жұмыс қой, Жанар сенгендей болды. Бірақ Ерланның өзі өз сөзіне сенбеді. Күні бойы сағатқа қарай берді. Кешкі 7-ге дейін уақыт өте баяу жылжығандай көрінді. Дәл 7-де телефон шырылдады. Сол баяғы бейтаныс нөмір. Ерлан бірден көтерді. Тыңдап тұрмын. Арғы жақтан кешегі дауыс естілді. Сабырлы, суық. Жақсы, уақытында көтердің. Не керек саған? Әңгімеміз қысқа болады. Сен кімсің? Менің атым Болат. Маған неге тиісіп жүрсің? Болат күліп жіберді. Мен саған тиіскен жоқпын, Ерлан. Сен өзің қиын жағдайға түсіп қалдың. Не қалайсың? $50,000. Ерлан үнсіз қалды. Тіпті дұрыс естідім бе деп ойлады. Не? $50,000. Сен есімнен адасқансың ба? Жоқ. Менде ондай ақша жоқ. Ол менің мәселем емес. Ерлан ашуға болықты. Мен саған бір тиын да бермеймін. Жарайды. Болаттың дауысы өзгермеді. Онда суреттерді әйеліңе жіберем. Жіберіп көр. Тек әйеліңе емес. Не айтқың келіп тұр? Анаңа, қайын жұртыңа, достарына, жұмыс орнына, бәріне. Ерланның жүрегі тарс ете қалды. Болат оның әлсіз жерін дәл тауып басып тұрған еді. Сенен неге ақша сұрап тұрғанымды білесің бе? Жоқ. Өйткені сен төлейсің. Менде ондай ақша жоқ дедім ғой. Ойлан. Болат қоңырауды үзіп тастады. Ерлан орындыққа шалқалай отырып қалды. Қолы терлеп кеткен. Тынысы тарылып бара жатқандай. Бірнеше минуттан кейін телефонына жаңа хабарлама келді. Бұл жолы тағы бір сурет. Жанардың суреті. Ол азық-түлік дүкенінен шығып келе жатыр екен. Ерланның қанын басына тепті. Артынша қысқа мәтін келді. Әйелін жақсы адам сияқты. Осы жолы Ерлан шынымен қорықты. Мәселе енді тек опасыздықта емес еді. Бейтаныс адам оның отбасын бақылап жүрген. Сол түні Ерлан ұйықтай алмады. Таңға дейін әртүрлі ой мазалады. Полицияға бару керек пе? Жанарға айту керек пе? Бәрін мойындау керек пе? Бірақ оның батылы жетпеді. Ертеңіне ол банктегі жинақ ақшасын қарап шықты.
Біраз қаражаты бар, бірақ Болат сұраған соманың жанында түк емес. Түскі уақытта Мадина хабарласты. Не істейміз? Білмеймін. Ақша бересің бе? Ондай ақша қайдан болсын? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Мадина жай ғана. Болат оңайлықпен тоқтамайды. Сен оны танисың ба? Бұл сұрақ күтпеген жерден шықты. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Жоқ. Онда қайдан білесің? Мадина бірден жауап бермеді. Сол сәтте Ерланның ішінде алғаш рет күдік пайда болды. Өте кішкентай күдік, бірақ сол күдік кейін үлкен шындықтың басы болып шығатын еді. Келесі бірнеше күн Ерлан үшін өте ауыр өтті. Жұмысқа келеді, компьютерді қосады, құжаттарға қарайды, бірақ еш нәрсеге көңіл бөле алмайды. Ойында тек Болаттың сөзі. $50,000. Бұл соманы қайдан табатынын өзі де білмейтін. Жинаған ақшасы жетпейді. Несие алса, Жанар бірден байқайды. Достарынан сұрай алмайды. Себебін түсіндіре алмайды. Ол тұйыққа тірелгендей болды. Сол күні түстен кейін Ғалымжан кабинетіне кірді. Ереке, бәрі дұрыс па? Неге сұрап тұрсың? Соңғы кезде көңіл күйін жоқ. Ерлан жымиған болды. Шаршадым. Тек шаршаған адамға ұқсамайсың. Ғалымжан оған біраз қарап тұрды. Бір нәрсе болса айт, көмектесерміз. Рахмет. Ғалымжан шығып кетті. Ерлан артынан ұзақ қарап қалды. Бір сәт бәрін айтып бергісі келді, бірақ үндемеді. Кешке қарай Болат тағы хабарласты. Ақшаны дайындадың ба? Жоқ. Мен саған уақыт беріп жатырмын. Менде ондай ақша жоқ. Тап. Қайдан? Ол менің шаруам емес. Болат, тыңдашы. Жоқ, Ерлан, сен тыңда. Дауысы қатқыл шыға бастады. Егер бір апта ішінде ақша болмаса, келесі қадамға көшемін. Қоңырау үзіліп қалды. Ерлан үстелде жұдырығымен бір ұрып жіберді. Қасында отырған әріптесі жалт қарап қалды. Ол дереу кешірім сұрады. Сол түні Мадинамен кездесті. Олар бұрынғыдай еркін сөйлесе алмады. Екеуінің арасында көрінбейтін ауырлық пайда болған. Болат тағы хабарласты ма? Иә. Не деді? Ақшаны талап етіп отыр. Мадина үнсіз қалды. Ерлан оған қарап отырды. Кенет бір ой келді. Мадина? Иә. Сен маған шындықтың бәрін айтып жүрсің бе? Мадина қабағын тейді. Не айтқың келіп тұр? Болат туралы. Түсінбедім. Сен оны танымаймын дедім. Бірақ өткенде ол оңайлықпен тоқтамайды дедім. Қайдан білесің? Мадина жауап бермеді. Бірнеше секунд өтті. Жай ғана болжадым. Жоқ. Ерлан басын шайқады. Бұл жай болжамға ұқсамайды. Мадина терезеге қарап кетті. Сен маған сенбейсің бе? Қазір ешкімге сенбеймін. Бұл сөзден кейін екеуі ұзақ үнсіз отырды. Бұрын мұндай үнсіздік болмайтын. Ақыры Мадина орнынан тұрды. Мен кетейін. Мадина, кейін сөйлесерміз. Ол шығып кетті. Ерлан жалғыз қалды. Алғаш рет оның үшін қорқыныштан бұрын күмән жей бастады. Үйге келгенде Жанар ұйықтап қалған екен. Үстелдің үстінде қағаз жатыр. Ерлан жақындап барады. Баласының мектептегі суреті. Төменгі бұрышына баласы қолмен жазып қойыпты. Әкеме. Ерлан суретті қолын алды. Ұзақ қарап отырды. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Егер бұл жағдай ашылып кетсе, тек өзін емес, осы үйдегі барлық адамды бақытсыз етеді. Бірақ ең жаманы, бәрі кеш болып бара жатқан еді. Ертеңінде таңертең кеңсеге келгенде, оны күтпеген жаңалық қарсы алды. Компанияның қаржы бөліміне ішкі тексеріс басталды. Ал тексерілетін құжаттардың арасында Ерланның қолы қойылған бірнеше маңызды келісім де бар еді. Ішкі тексеріс туралы хабар кеңседе тез тарады. Таңертеңнен бастап бәрі мазасыз жүрді. Біреулер құжаттарын қайта қарап жатыр. Біреулер басшылықтың не үшін тексеру бастап кеткенін талқылауда. Ерлан да сырттай сабырлы көрінуге тырысты, бірақ ішінде тыныштық жоқ еді. Түске дейін бірнеше папканы қарап шықты. Құжаттардың арасында өз қолы қойылған келісімдерді де көрді. Олардың бәрі заңды сияқты. Ешқандай күмән тудырмайтын. Сонда да көңілі жайланбады. Түскі үзіліс кезінде Болат хабарласты. Қалайсың, Ерлан? Не керек? Ашуым жаман екен. Уақытым жоқ. Маған 5 минутына ғана керек. Ерлан үнсіз қалды. Ақшаны ұмыта тұр. Не? Басқа мәселе шықты. Қандай мәселе? Компанияңдағы кейбір құжаттар керек болып тұр. Ерлан орнынан атып тұрды. Сен жындысың ба? Жоқ, мен оған бармаймын. Әлі ойланбай жауап берме. Мен қылмыскер емеспін, бірақ опасызсың.
Ерлан тісін қысты. Болат сөзін жалғастырды. Бір құжат қана. Жоқ. Онда бүгін кешке Жанардың телефоны қызық суреттерге толады. Қоңырау үзіліп қалды. Ерлан ашудан қалтырап кетті. Сол күні кешке дейін ол еш нәрсе істей алмады. Біресе полиция туралы ойлады. Біресе бәрін Жанарға айту туралы ойлады. Бірақ соңында тағы да үндемеді. Кешке қарай Мадина хабарласты. Кездесуіміз керек. Қазір көңілім жоқ. Маңызды. Олар бұрын кездесетін кофеханада жолықты. Мадинаның өңі қашып кеткен. Болат саған не айтты? Құжат сұрап отыр. Мадина көзін төмен түсірді. Бұл Ерланға ұнамады. Сен бір нәрсе білесің? Жоқ. Білесің. Ерлан. Жоқ, тыңда. Ерлан алғаш рет дауысын көтерді. Осы күнге дейін үндемей келдім. Бірақ бәрі бір түрлі. Болат қайдан шықты? Неге дәл мені таңдады? Неге сен оны білмеймін дейсің? Мадина үнсіз қалды. Оның үнсіздігі кейде жауаптан да ауыр болатын. Маған сенуің керек. Сенуге себеп қалды ма? Бұл сөзден кейін Мадина көзін тайдырып кетті. Ерлан оны бұрын соңды мұндай күйде көрмеген. Бірақ ол бәрібір нақты жауап алмады. Үйге қайтып бара жатқанда телефонына тағы хабарлама келді. Болаттан. Бұл жолы сурет емес. Құжаттың нөмірімен атау жазылған. Төменде бір ғана сөйлем тұр. 2 күн уақытым бар. Ерлан хабарламаны өшіріп тастады. Бірақ одан ештеңе өзгермеді. Сол түні ол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Жанар жанында тыныш ұйықтап жатыр. Олы өз бөлмесінде. Ал Ерлан төбеге қарап жатты. Бір кезде Жанар ұйқылы дауыспен: Ерлан, иә, бізде бәрі дұрыс па? Бұл сұрақ қараңғы бөлмеде анық естілді. Ерлан жауап беруге бірнеше секунд уақыт алды. Әрине, Жанар ештеңе демеді. Бірақ Ерлан сол сәтте тағы бір өтірік айтқанын білді. Және сол өтірік барған сайын ауырлап бара жатты. Ал ертең оған өміріндегі ең қиын шешімдердің бірін қабылдауға тура келетін еді. Келесі күні Ерлан жұмысқа ерте келді. Түні бойы дұрыс ұйықтай алмаған. Көзінің асты ісіп кеткен. Айнаға қарағанда өзі де өзіне ұнамады. Кеңсеге кірген соң бірден компьютерім қосты. Болат жіберген құжаттың нөмірі көз алдынан кетпей қойды. Ол бірнеше рет өзіне «Жоқ, мен бұған бармаймын» деп қайталады. Бірақ қорқыныш ақылдан күштірек болып бара жатқан. Түске қарай Болат тағы хабарласты. Ойланып үлгердің бе? Жоқ. Ерлан, сен әлі жағдайыңды түсінбей жүрсің. Мен ешқандай құжат бермеймін. Онда кешке үйінде қызық болады. Қорқытпа мені. Мен қорқытып тұрған жоқпын, ескертіп тұрмын. Қоңырау тағы үзіліп қалды. Ерлан жұдырығын тиді. Ол өзін тұзаққа түскендей сезінді. Қай жаққа бұрылса да шығатын жол көрінбейді. Кешке жұмыстан шыққанда ол бұрынғыдай үйге асықпады. Көлікте біраз уақыт отырып қалды. Телефон үнсіз. Бірақ сол үнсіздіктің өзі қорқынышты еді. Үйге кіргенде Жанар ас үйде жүр екен. Келдің бе? Иә. Тамақ дайын. Қазір. Жанар оған ұзақ қарап тұрды. Ерлан. Маған бір нәрсе айтқың келмей жүр ме? Ерлан жүрегі шым ете қалды. Жоқ. Сенімдісің бе? Әрине. Жанар басын изеді. Бірақ сенбегені анық байқалып тұрды. Кешкі ас үнсіз өтті. Баласы ғана мектептегі қызықтарын айтып отырды. Ал Ерлан мен Жанар бір-біріне көп қарамады. Түнде бәрі ұйықтаған соң Ерлан душқа кірді. Телефонын жатын бөлмедегі үстелдің үстіне қалдырған. Сол сәтте телефонға хабарлама келді. Экран жарқ етіп жанды. Жанар байқап қалды. Әдетте ол күйеуінің телефонын қарамайтын. Ешқашан қарамаған. Бірақ соңғы айлардағы өзгерістер оның мазасын алып жүрген. Телефон тағы дыбыс шығарды. Экранда хабарламаның басы көрініп тұр еді. Ертеңге дейін уақыт беремін. Жанардың қабағы түйілді. Ол телефонды қолына алды. Құпия сөз сұралмады. Экран ашық еді. Жанар хабарламаны толық ашпақ болды. Бірақ дәл сол сәтте жуынатын бөлменің есігі ашылды. Ерлан шығып келе жатты. Жанар телефонды орнына қойып үлгерді. Екеуінің көзі түйісті. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Бір нәрсе болды ма? Деді Ерлан. Жоқ. Жанар жай ғана күлімсіреген болды. Бірақ ішінде бір нәрсе өзгерген еді. Күдік енді жай ғана сезім емес. Ол нақты нәрсеге айнала бастаған. Ал Ерлан оның көзқарасынан соны байқап қалды. Сол түні екеуі бір төсекте жатты. Бірақ аралары бұрынғыдан әлде қайда алыс сияқты көрінді. Ертеңінде, таңертең Ерлан жұмысқа келгенде, үстелінің үстінде конверт жатқанын көрді. Конверттің сыртында бір ғана сөз жазылған. Ерланға.
Ол айналасына қарады. Ешкім ештеңе байқамаған. Қолына алып ашты. Ішінде бірнеше сурет бар екен. Өзі мен Мадина әртүрлі жерде. Әртүрлі күндері түсірілген. Ал ең соңғы суретті көргенде оның өңі қашып кетті. Бұл сурет кеше-кешке түсірілген еді. Өз үйінің жанында. Демек Болат оларды әлі де бақылап жүрген. Конверттегі суреттерді көргеннен кейін Ерланның қолы дірілдеп кетті. Ол кабинеттің есігін жауып алды. Суреттерді қайтадан қарап шықты. Қателескен жоқ. Соңғы сурет шынымен өз үйінің жанында түсірілген. Болат тек өзін емес, отбасында бақылап жүрген. Ерлан орындыққа отырып қалды. Ол алғаш рет жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін толық түсінді. Бұл енді жай ғана шантаж емес еді. Сол күні түске таман Болат өзі хабармасты. Конверт ұнады ма? Сен ауру адамсың. Жоқ, мен тек уәдемде тұрамын. Отбасыңды араластырма. Онда менің айтқанымды істе. Мен құжат бермеймін. Бересің. Жоқ. Болат бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Жарайды, кешке дейін күт. Қоңырау аяқталды. Ерланның жүрегі тарсылдап кетті. Ол не істейтінін білмеді. Жұмыстан ертерек шығып, үйге асықты. Үйге кіргенде Жанар қонақ бөлмеде үнсіз отыр екен. Алдында телефон жатыр. Ерлан бірден бір нәрсе болғанын сезді. Не болды? Жанар жауап бермеді. Жанар? Ол баяу ғана телефонын көтеріп көрсетті. Экранда сурет тұр еді. Ерлан мен Мадина екеуі мейрамханадан шығып келе жатыр. Ерланның аяғы әлсіреп кеткендей болды. Бұл не? Жанардың дауысы тыныш шықты. Тым тыныш. Тыңдашы. Бұл кім? Жанар. Мен сұрақ қойдым. Бұл кім? Ерлан үнсіз қалды. Бірнеше секунд, сосын Жанар бәрін түсінді. Жауаптың қажеті де болмады. Әйелінің көзіндегі ауырлықты Ерлан бұрын ешқашан көрмеген еді. Қанша уақыт болды? Жанар. Қанша уақыт? Бірнеше ай. Жанар көзін жұмды. Сол сәтте ол жыламады, айқайламады. Тіпті ашуланған да жоқ. Сол тыныштық Ерлан үшін кез келген айқайдан ауыр болды. Мен сені тыңдаймын, деді Жанар. Бәрі сен ойлағандай емес. Онда қалай? Ерлан бәрін айтып бергісі келді. Мадина туралы, Болат туралы, шантаж туралы. Бірақ бір нәрсе оны тоқтатты. Егер бәрін айтса, жағдай одан да ушығып кететіндей көрінді. Сондықтан ол тағы да өтірікке жабысты. Бұл қателік болды. Жанар күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Қателік пе? Иә, бір ретте. Ерлан үнсіз қалды. Осы үнсіздік бәріне жауап болды. Жанар орнынан тұрды. Бүгін бөлек бөлмеде жат. Жанар, тыңдашы. Мен қазір ештеңе тыңдағым келмейді. Ол бөлмеден шығып кетті. Сол түні Ерлан қонақ бөлмеде жалғыз отырды. Үй іші тым-тыныш еді. Бір кезде телефонына хабарлама келді. Болаттан. Енді сенде жоғалтатын нәрсе азайды. Ертем құжатты дайында. Ерлан хабарламаны оқып шықты. Бұрын ол отбасын сақтау үшін қорқатын. Енді отбасы қолынан сырғып бара жатқандай еді. Ал ертем оны тағы бір ауыр қандау күтіп тұрды. Өйткені Болат талап еткен құжатқа қол жеткізуге оның мүмкіндігі бар еді. Таң атқанымен Ерланның көңіліндегі қараңғылық сейілмеді. Ол түні бойы көзілмеген. Бір бөлмеде Жанар, бір бөлмеде өзі. 12 жыл бірге тұрған адамдардың арасында бұрын соңды болмаған қашықтық пайда болған еді. Таңға үстінде ешкім көп сөйлемеді. Ұлдары ғана бір нәрселер айтып отырды. Жанар қысқа жауап беріп қояды. Ал Ерлан үндемейді. Бала ештеңе түсінбесе де, үйдегі өзгерісті сезіп отырғаны байқалатын. Жұмысқа келген соң, Ерлан бірден компьютеріне отырды. Болат сұраған құжат көз алдында тұр. Бір ғана файл, бір ғана әрекет. Бірақ оның салдары қандай болатынын ол толық түсінбейтін. Түс ауа Болат хабарласты. Дайынсың ба? Соңғы рет сұраймын. Мені жайыма қалдыр. Кеш қалдың, Ерлан. Менің отбасым бұзылды. Оны мен емес, өзің істедің. Бұл сөз жүрегіне қадалғандай болды. Ерлан жауап бере алмады. Құжат керек, бүгін. Егер бермесем ше, онда келесі суреттер жұмысына барады. Сосын тергеушілерге, сосын басқа адамдарға. Ерлан көзін жұмды. Ол шаршаған еді, қорыққан еді, не істерін білмейтін. Сол әлсіз сәтінде ең үлкен қатесін жасады. Қалай аласың? Болаттың күткенінде осы болатын. Кешке қарай Ерлан кеңседе жалғыз қалды. Қызметкерлердің көбі үйіне өткен. Компьютер экранына ұзақ қарап отырды. Ішінде екі дауыс арпалысып жатқандай. Бірі
Тоқта. Екіншісі, бәрібір кеш қалдың. Ақыры ол файлды көшіріп алды. Сол сәтте жүрегі қатты соғып кетті, бірақ қолын тоқтатпады. Бірнеше минуттан кейін ақпарат Болат көрсеткен электронды мекенжайға жіберілді. Болды. Ерлан орындыққа шалқая кетті. Бар болғаны бірнеше секундқа созылған әрекет оның бүкіл өмірін өзгерткенін ол әлі білмейтін. Сол түні Болат қысқа хабарлама жіберді. Жақсы жұмыс. Ерлан жауап бермеді. Телефонды өшіріп тастады. Бірақ мазасыздық кетпеді. Келесі күні таңертең компанияда дүрбелең басталды. Басшылық барлық бөлім қызметкерлерін жиналысқа шақырды. Директордың өңі қатулы. Компанияның ішкі ақпараттары сыртқа шығып кеткен. Залда үнсіздік орнады. Қазір арнайы тексеріс басталады. Барлық қызметкердің жұмысы зерттеледі. Ерланның жүрегі тарс ете қалды. Ғалымжан оған қарап қойды. Ереке, жақсысың ба? Иә, бірақ ол жақсы емес еді. Мүлде жақсы емес. Сол күні кешке үйге келгенде Жанар чемоданын жинап жатқанын көрді. Ерлан аң-таң болып қалды. Не істеп жатырсың? Біраз уақыт анама барамын. Жанар, маған уақыт керек. Өтінемін, қазір өтінбеші. Жанар көз жасын сүртіп алды. Мен сені мұндай адам деп ойламаппын. Бұл сөз Ерланға бәрінен ауыр тиді. Бірнеше минуттан кейін Жанар овын ертіп шығып кетті. Есік жабылды. Пәтер іші босап қалғандай болды. Ерлан диванға отырып қалды. Үй алғаш рет соншалықты суық көрінді. Ал дәл сол сәтте телефонына тағы бір хабарлама келді. Бұл жолы Болаттан емес. Компанияның қауіпсіздік бөлімінен. Ерлан мырза, ертең сағат 09:00-де тергеу комиссиясына келуімізді сұраймыз. Ерлан хабарламаны оқып шықты. Ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Өйткені енді мәселе тек отбасы туралы емес еді. Енді мәселе заң туралы болатын. Ертеңінде Ерлан кеңсеге әдеттегіден ерте келді. Бірақ бұл жолы жұмыс істеу үшін емес. Оны тергеу комиссиясы күтіп отырған. Түнде дұрыс ұйықтай алмады. Жанардың кетіп қалғаны көз алдынан кетпеді. Бос қалған пәтер, ұлының бөлмесі, үстелде ұмыт қалған ойыншық, барлығы оның жанына ауыртып тұрды. Сағат 9-да қауіпсіздік бөлімінің қызметкері келіп, Ерланды арнайы кабинетке алып барды. Іште 3 адам отыр екен. Алдында құжаттар үйіліп жатыр. Отырыңыз, Ерлан мырза. Ерлан үнсіз отырып қалды. Комиссия мүшелерінің бірі папканы ашты. Соңғайда бірнеше құпия файл сыртқа шыққан. Біз жүйені толық тексердік. Сонда файлдарға соңғы болып кірген адамдардың бірі сіз. Ерланның тамағы құрғап кетті. Бұл ештеңені дәлелдемейді. Әзірге жоқ, бірақ тексеру жалғасып жатыр. Сұрақтар бірінен кейін бірі қойыла бастады. Ерлан жауап берді. Бірақ әр жауабы өзіне қарсы жұмыс істеп жатқандай көрінді. Бір сағаттан кейін оны босатты. Дәлізге шыққанда Ғалымжан күтіп тұр екен. Не болып жатыр? Ештеңе емес. Маған өтірік айтпа. Ерлан үнсіз қалды. Ғалымжан жақындап келді. Ереке, сен бір нәрсеге кіріп кеткен сияқтысың. Жоқ. Онда неге өңің қашып жүр? Неге әйелің кетіп қалды? Бұл сұраққа Ерлан жауап бере алмады. Ғалымжан ауыр күрсінді. Егер көмек керек болса айт, кеш болмай тұрғанда. Осы сөз Ерланның құлағында ұзақ жаңғырып тұрды. Кеш болмай тұрғанда. Бірақ бәрі кеш болып кеткенде еді. Келесі күндері тергеу күшейді. Компанияның северлері тексерілді. Қызметкерлерден жауап алынды. Құжаттар қаралды. Әр күн сайын Ерлан өзін тұзақтың ішінде отырғандай сезінді. Ал Болат болса жоғалып кеткен. Хабарласпайды, қоңырау шалмайды, тіпті жазбайды. Бұл тыныштық Ерланды бұрынғыдан да қатты қорқытты. Бір күні кешке ол Мадинаға хабарласты. Біз сөйлесуіміз керек. Қазір болмайды. Мадина, бұл маңызды. Мен де қиын жағдайда жүрмін. Болат қайда? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Білмеймін. Сен тағы өтірік айтып тұрсың. Ерлан, шындықты айтшы бір рет. Мадинаның даусы дірілдеп кетті. Мен ештеңе істеген жоқпын. Онда неге бәрі сен пайда болғаннан кейін басталды? Мадина жылап жіберді, бірақ нақты жауап тағы бермеді. Қоңырау аяқталды. Ерлан телефонды үстелге қойды. Оның ішіндегі күдік енді күшейе түскен. Бірақ дәлел жоқ, тек сезім ғана. Бір аптадан кейін жағдай күрт өзгерді. Таңертең кеңсеге полиция келді. Бірнеше қызметкерді сұрақ қалды. Кейбір компьютерлер тәркіленді. Түске қарай Ерланды да шақырды. Тергеуші алдында отырып.
Ерлан мырза, сізге қатысты қылмыстық іс қозғалды, деді. Сол сәтте Ерланның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не үшін? Компанияның құпия ақпаратын заңсыз тарату және қаржылық алаяқтық бойынша. Ерлан үнсіз қалды. Бірнеше секунд, бірнеше ұзақ секунд. Сосын ақырын ғана. Мен бәрін түсіндіре аламын, деді. Бірақ оның өзі де бұл сөзге сенбей тұрған еді. Тергеушінің соңғы сөзі кабинет ішінде ұзақ жаңғырып тұрғандай болды. Сізге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ерлан орындықта үнсіз отырды. Ол мұндай жағдай өз басына келеді деп ешқашан ойламаған. Теледидардан көретін, жаңалықтардан еститін, бірақ бір күні өзі тергеушінің алдында отыратынын елестетпеген. Мен бәрін түсіндіре аламын, деді ол. Тағы да. Тергеуші папканы жапты. Онда түсіндіріңіз. Ерлан сөйлей бастады. Болат туралы айтты, шантаж туралы айтты, қорқып кеткенін айтты. Бірақ бір мәселе болды. Оның сөзін дәлелдейтін ештеңе жоқ еді. Болат жоқ. Оны ешкім көрмеген, ешқандай ресми шағым жазылмаған, полицияға хабар берілмеген. Тергеуші бәрін тыңдап шықты. Сосын сабырлы дауыспен: "Сіз ақпаратты жібердіңіз бе?" "Иә." "Өз еркіңізбен жібердіңіз бе?" Ерлан жауап бере алмады. "Жібердіңіз бе?" "Иә." "Онда әзірге біз білетін факт осы. Кешке қарай Ерланды уақытша қамауға алу туралы шешім шықты." Ол мұны естігенде үнсіз қалды. Шаршаған еді. Күресуге де шамасы қалмаған. Телефонын алуға рұқсат берген кезде ең бірінші Жанарға қоңырау шалды. Ұзақ уақыт қоңырау барып тұрды. Ақыры Жанар көтерді. "Иә." Дауысы бұрынғыдан суық естілді. "Жанар, не болды?" Ерлан бірнеше секунд үндемей қалды. Сосын: "Мені қамауға алды." Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. "Не үшін?" Ұзақ әңгіме. "Мен жаңалықтардан естіп қаларын деп ойламаппын." Бұл сөз Ерланға ауыр тиді. "Жанар, мен не айтқым келеді?" "Кешір." Жанар ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана: "Қазір кешірім сұрайтын уақыт өтіп кеткен сияқты", деді. Қоңырау аяқталды. Ерлан телефонға қарап отырды. Бірнеше минуттан кейін оны алып кетті. Кемір есік тарс жабылды. Сол дыбыс оның есінде өмір бойы сақталатын еді. Келесі күндері тергеу жалғасты. Адвокат жалданды, құжаттар қаралды, куәгерлер шақырылды. Бірақ жағдай жақсы жаққа өзгермеді. Керісінше, жаңа дәлелдер шыға берді. Барлық іздер Ерланға апаратын, ал Болат болса жер жұтқандай жоғалып кеткен. Бір күні адвокат оған шындықты айтты. "Іс қиын." "Қаншалықты?" "Өте қиын." Ерлан басын төмен түсірді. Ол бәрін түсініп отырған. Бірнеше аптадан кейін алғашқы сот отырысы өтті. Сол күні Ерлан сот залына кіргенде Жанарды көрді. Ол артқы қатарда отыр екен. Жанында ұлы бар. Ерлан ұлына қарады. Бала әкесіне қарап тұрды. Бірақ бұрынғыдай жымиған жоқ. Бұл көзқарас Ерланның жүрегін ауыртты. Сот басталды. Айыптар оқылды. Дәлелдер көрсетілді. Куәгерлер сөйледі. Ерлан тыңдап отырды. Кейде өзінің өмірі туралы емес, бөтен бір адам туралы айтып жатқандай сезінді. Бірақ бәрі шын еді. Сол күні кешке соттан шығар алдында ол Жанарға жақындамақ болды. Бірақ Жанар бұрылып кетіп қалды. Ол Гнарант та соңынан ерді. Ерлан орнында тұрып қалды. Оларды тоқтатпады. Өйткені тоқтатуға құқығы жоқ екенін енді түсінген еді. Ал бірнеше аптадан кейін оның өмірін толық өзгертетін соңғы сот отырысы өтетін еді. Соңғы сот отырысы болатын күнде келіп жетті. Ерлан таңертең ерте оянды. Терезесі кішкентай уақытша қамау камерасында түн мен күннің айырмасы онша байқалмайтын. Бірақ бүгінгі күннің өзгеше екенін ол жақсы білетін. Бүгін оның тағдыры шешілмек. Сот ғимаратына жеткізілген кезде дәлізде адамдар көп болды. Бірақ Ерлан ешкімге назар аудармады. Оның көзі тек бір адамды іздеді, Жанарды. Залға кіргенде ол әдеттегі орнында отыр екен. Жанында ұлы бар. Ұлы соңғы бірнеше айда қатты есейіп кеткендей көрінді. Ерланның жүрегі шым етті. Судья келді. Отырыс басталды. Адвокат соңғы сөзін айтты. Прокурор өз талабын оқыды. Сосын Ерланға сөз берілді. Ол баяу орнынан тұрды. Бір сәтке бүкіл залға көз жүгіртті. Сосын Жанарға қарады. "Мен өзімді ақтамаймын." Зал іші тып-тыныш болып кетті. "Мен көп қателік жасадым. Кейбірі қорқыныштан болды, кейбірі әлсіздіктен болды. Бірақ бәрібір сол қателіктерді мен жасадым." Дауысы ауыр шықты.
Егер уақытты кері қайтара алсам, бәрін басқаша істер едім. Өкінішке қарай, өмірде ондай мүмкіндік жоқ. Ол тағы бір рет ұнына қарады. Мен ең жақын адамдарымды ренжіттім. Сол үшін кешірім сұраймын. Ерлан орнына отырды. Бұдан кейін айтатын ештеңесі қалмаған еді. Бірнеше минуттан кейін судья үкімді оқи бастады. Әр сөз Ерланға анық естіліп тұрды. Ақыры шешуші сөйлем айтылды. Сот айыпталушы Ерланды кінәлі деп танып, Ерлан көзін жұмды. Бас бостандығынан айыру жазасын тағайындайды. Зал ішіндегі дыбыстар алыстан естілгендей болды. Бәрі аяқталды. Шынымен аяқталды. Сот қызметкерлері оған жақындады. Сол сәтте Ерлан тағы бір рет артына қарады. Жанар үнсіз отыр екен. Жылап отырған жоқ, айқайлап отырған жоқ, тек үнсіз. Ал ұлы көзін төмен түсіріп алған. Ерлан дәл сол көріністі өмір бойы ұмытпайтын еді. Бірнеше күннен кейін ол колонияға жеткізілді. Кемір қақпа жабылған кезде жүрегі шымырлап кетті. Бұл енді уақытша қамау емес. Бұл оның алдағы бірнеше жылы өтетін жер. Алғашқы апталар өте ауыр болды. Жаңа тәртіп, жаңа орта, жаңа өмір. Түнде ұйықтай алмайтын, көп ойланатын. Кейде таң атқанша көз ілмей шығатын. Сол ұзақ түндердің бірінде ол алғаш рет Жанарға хат жазды. Ұзақ хат. Кешірім сұраған хат, өкінішін айтқан хат. Бірнеше күннен кейін жауап келді. Конвертті көргенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Асығып ашты. Ішінде бір ғана парақ жатыр екен. Қысқа ғана сөйлем. Маған уақыт керек. Басқа ештеңе жоқ. Кегерлен қағазға ұзақ қарап отырды. Сол 4 сөз оның жүрегіне ауыр батты. Бірақ ол әлі де үмітін үзбеген еді. Бәлкім бір күні бәрі түзелер. Бәлкім Жанар кешірер. Бәлкім ұлы қайта сөйлесер. Сол үмітпен өмір сүріп жүрді. Алайда бірнеше айдан кейін алатын келесі хаты оның соңғы үмітінде қирататынын ол әлі білмейтін. Соңғы сот отырысы болатын күнде келіп жетті. Ерлан таңертең ерте оянды. Терезесі кішкентай уақытша қамау камерасында түн мен күннің айырмасы онша байқалмайтын. Бірақ бүгінгі күннің өзгеше екенін ол жақсы білетін. Бүгін оның тағдыры шешілмек. Сот ғимаратына жеткізілген кезде дәлізде адамдар көп болды. Бірақ Ерлан ешкімге назар аудармады. Оның көзі тек бір адамды іздеді, Жанарды. Залға кіргенде ол әдеттегі орнында отыр екен. Жанында ұлы бар. Ұлы соңғы бірнеше айда қатты есейіп кеткендей көрінді. Ерланның жүрегі шым етті. Судья келді. Отырыс басталды. Адвокат соңғы сөзін айтты. Прокурор өз талабын оқыды. Сосын Ерланға сөз берілді. Ол баяу орнынан тұрды. Бір сәтке бүкіл залға көз жүгіртті. Сосын Жанарға қарады. Мен өзімді ақтамаймын. Зал іші тып-тыныш болып кетті. Мен көп қателік жасадым. Кейбірі қорқыныштан болды. Кейбірі әлсіздіктен болды. Бірақ бәрібір сол қателіктерді мен жасадым. Дауысы ауыр шықты. Егер уақытты кері қайтара алсам, бәрін басқаша істер едім. Өкінішке қарай, өмірде ондай мүмкіндік жоқ. Ол тағы бір рет ұнына қарады. Мен ең жақын адамдарымды ренжіттім. Сол үшін кешірім сұраймын. Ерлан орнына отырды. Бұдан кейін айтатын ештеңесі қалмаған еді. Бірнеше минуттан кейін судья үкімді оқи бастады. Әр сөз Ерланға анық естіліп тұрды. Ақыры шешуші сөйлем айтылды. Сот айыпталушы Ерланды кінәлі деп танып, Ерлан көзін жұмды. Бас бостандығынан айыру жазасын тағайындайды. Зал ішіндегі дыбыстар алыстан естілгендей болды. Бәрі аяқталды. Шынымен аяқталды. Сот қызметкерлері оған жақындады. Сол сәтте Ерлан тағы бір рет артына қарады. Жанар үнсіз отыр екен. Жылап отырған жоқ, айқайлап отырған жоқ, тек үнсіз. Ал ұлы көзін төмен түсіріп алған. Ерлан дәл сол көріністі өмір бойы ұмытпайтын еді. Бірнеше күннен кейін ол колонияға жеткізілді. Кемір қақпа жабылған кезде жүрегі шымырлап кетті. Бұл енді уақытша қамау емес. Бұл оның алдағы бірнеше жылы өтетін жер. Алғашқы апталар өте ауыр болды. Жаңа тәртіп, жаңа орта, жаңа өмір. Түнде ұйықтай алмайтын, көп ойланатын. Кейде таң атқанша көз ілмей шығатын. Сол ұзақ түндердің бірінде ол алғаш рет Жанарға хат жазды. Ұзақ хат. Кешірім сұраған хат, өкінішін айтқан хат. Бірнеше күннен кейін жауап келді. Конвертті көргенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Асығып ашты. Ішінде бір ғана парақ жатыр екен. Қысқа ғана сөйлем.
Маған уақыт керек. Басқа ештеңе жоқ. Қағазға ұзақ қарап отырды. Сол 4 сөз оның жүрегіне ауыр батты. Бірақ ол әлі де үмітін үзбеген еді. Бәлкім бір күні бәрі түзелер. Бәлкім Жанар кешірер. Бәлкім ұлы қайта сөйлесер. Сол үмітпен өмір сүріп жүрді. Алайда бірнеше айдан кейін алатын келесі хаты оның соңғы үмітінде қирататынын ол әлі білмейтін. Түрмедегі уақыт баяу өтетін. Бір күн кейде бір аптадай көрінетін. Бір апта бір айдай сезілетін. Ерлан алғашқы айларда әр күнді санап жүрді. Кейін санамайтын болды. Өйткені уақытты санаған сайын сағынышы күшейе түсетін. Ол Жанарға тағы бірнеше рет хат жазды. Ұлына да жазды. Бірақ жауап сирек келетін. Кейде мүлде келмейтін. Бір күні түстен кейін қызметкер оның аты жазылған конверт әкелді. Ерланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қолына алып асықпай ашты. Бұл жолы хат Жанардан екен. Ол бірден оқи бастады. Ерлан, бұл хатты жазу маған оңай болған жоқ. Мен көп ойландым, көп күттім. Бірақ шешім қабылдадым. Ажырасуға арыз бердім. Біздің жолымыз осы жерден екіге айырылатын сияқты. Саған жамандық тілемеймін, бірақ өткен өмірге қайта орала алмаймын. Жанар. Ерлан хатты соңына дейін оқып шықты. Сосын қайта оқыды. Тағы оқыды. Сөздер өзгермейтін, мағынасы да өзгермейтін. Бәрі аяқталған еді. Ресми түрде, заң жүзінде, шын өмірде. Ол ұзақ уақыт орнынан қозғаланмады. Қолындағы қағаз мұжылып кетті. Көз алдына өткен өмірі келе берді. Алғаш танысқан күндері, үйлену тойы, ұлының дүниеге келген күні, отбасымен түскен суреттер. Бәрі алыстап бара жатқандай еді. Сол түні Ерлан алғаш рет көз жасын тыя алмады. Камерадағы ешкімге білдірмеуге тырысты. Бірақ ішінде жиналған өкініш сыртқа шықпай қоймады. Бірнеше ай өтті. Сот ажырасуды рәсімдеді. Жанар енді ресми түрде оның әйелі емес еді. Осы жаңалықтан кейін Ерлан бұрынғыдан да тұйық болып кетті. Басқалармен аз сөйлесті. Хаттарды сирек жазатын болды. Бірақ ұлын ұмыталмады. Әр туған күнінде хат жіберетін, әр мерекеде құттықтайтын. Кейде жауап келетін, кейде келмейтін. Жылдар баяу өте берді. Бір күні Ғалымжан кездесуге келді. Бұл олардың ұзақ уақыттан кейінгі алғашқы жүздесуі еді. Екеуі әйнектің екі жағында отырды. Ғалымжан біраз үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсінді. Қалайсың? Көріп тұрғанындай. Шыда. Ерлан әлсіз жымиды. Басқа амал жоқ. Бірнеше минуттан кейін Ғалымжан тағы сөйлей бастады. Дауысы абайлап шықты. Мен саған бір нәрсе айтуым керек. Ерлан оған қарады. Не болды? Ғалымжан бірден жауап бермеді. Сосын Жанар тұрмысқа шықты, деді. Ерлан ештеңе демеді, тек қарап отырды. Бірнеше секунд, бірнеше ұзақ секунд. Сосын көзін төмен түсірді. Ол бұл күннің келетінін білетін, бірақ естігенде бәрібір ауыр екен, өте ауыр. Жақсы адамға ма? Ғалымжан басын изеді. Иә. Бақытты ма? Ерлан үнсіз қалды. Ақыры баяу ғана. Солай болғаны дұрыс, деді. Бірақ бұл сөзді айтқан кезде жүрегінің қалай ауырғанын өзінен басқа ешкім білмейтін. Сол күні кешке камераға қайтып келген соң, ол ұзақ уақыт терезеге қарап отырды. Бір кезде өзіне өзі сыбырлап айтты. Кеш қалдым. Ал дәл сол сәтте Жанар жаңа өмірін бастап жатқан еді. Ал Ерлан болса, темір тордың ар жағында өткен өмірінің көлеңкесімен ғана қалып қойған болатын. Жылдар өтті. Ерлан алғашында әр күнді санаған, кейін айларды санады. Соңында уақыттың қалай өтіп жатқанын байқамай қалды. Шашына ақ кірді, жүзіне әжім түсті, көзқарасы да өзгерді. Бұрынғы өршіл өзіне сенімді Ерланнан көп нәрсе қалмаған еді. Сол күні таңертең колония қызметкері оның аты жөнін атады. Жинал! Ерлан үндемей орнынан тұрды. Ол бұл күнді көп күткен. Бірақ дәл қазір ерекше қуаныш сезінбеді. Ішінде бос кеңістік қана қалғандай еді. Бірнеше сағаттан кейін соңғы құжаттарға қол қойды. Өз заттарын алды. Көп нәрсе де жоқ. Бір сөмке, бірнеше киім, ескі суреттер, бірнеше хат. Болғаны осы. Темір қақпа ашылды. Ерлан баяу сыртқа шықты. Күн жарқырап тұр екен.
таза ауа бетіне соқты. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын айналасына қарады. Бостандық. Көп жыл күткен бостандық. Бірақ оны қарсы алуға ешкім келмеген еді. Жанар жоқ, ұлы жоқ, Ғалымжан да жоқ, ешкім жоқ. Көше шетінде жалғыз өзі тұрды. Бір кезде қызметкер «Сәттілік» деді. Ерлан басын изеді. Сосын сөмкесін алып, жай ғана жүріп кетті. Қала қатты өзгеріп кеткен екен. Жаңа ғимараттар, жаңа көшелер, жаңа адамдар. Бірақ Ерлан өзін осы қаланың тұрғыны емес сияқты сезінді. Бәрі бөтен еді. Бірнеше күннен кейін ол шағын жұмыс тапты. Бұрынғыдай басшылық қызмет емес, қарапайым жұмыс. Бірақ таңдайтын жағдайы жоқ болатын. Кішкентай жалдамалы бөлмеге орналасты. Кешке жұмыстан келгенде бөлме тым-тыныш болатын. Теледидардың дауысы да жалғыздықты жасыра алмайтын. Бір күні ол ұлына қоңырау шалуға шешім қабылдады. Нөмірін көптен бері жатқа білетін. Саусақтары дірілдеп терді. Қоңырау кетті. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Ақыры телефон көтерілді. Тыңдап тұрмын. Ерлан ұлының дауысын естіп, бір сәтке сөйлей алмай қалды. Балам, арғы жақ үнсіз қалды. Бұл менмін, білемін. Дауысы суық шықты. Ересек адамның дауысы, бала емес. Қалайсың? Жақсы. Кездессек қайтеді? Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын ұлы жай ғана: «Әке, менің жұмысым бар» деді. 1 сағат қана. Қажеті жоқ. Бұл сөз Ерланның жүрегіне ауыр тиді. Балам, мен кеттім. Қоңырау үзіліп қалды. Ерлан телефонды құлағынан баяу түсірді. Бөлме қайтадан үнсіздікке толды. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатып, бір нәрсені анық түсінді. Түрмеден шыққанымен өміріндегі ең маңызды адамдар оған әлі де жабық есіктің ар жағында қалған еді. Ал сол есікті ашатын кілт енді ешкімде жоқ сияқты болатын. Бостандыққа шыққанына бірнеше ай болған. Ерлан жаңа өмірге үйренуге тырысып жүрді. Таңертең жұмысқа барады, кешке жалғыз бөлмесіне қайтады. Кей күндері ешкіммен сөйлеспей өтетін. Бір кезде ол мұндай тыныштықты жақсы көретін, ал қазір сол тыныштық жанына бататын. Сенбі күні жұмыстан ерте босады. Ауа райы жақсы еді. Ерлан қала орталығындағы саябаққа барып, біраз серуендеуді ойлады. Асықпай жүріп келе жатқан. Кенет алдынан таныс дауыс естілді. Әйел адамның күлкісі. Ерлан еріксіз сол жаққа қарады. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл Жанар еді. Ол бірнеше метр жерде тұр. Жанында бір ер адам бар. Шамамен өзімен қатарлас жаста. Ал олардың қасында 2 кішкентай бала ойнап жүр. Жанар күліп тұр. Шынайы күліп тұр. Ерлан оны дәл осылай көп жылдан бері көрмеген еді. Ол ағаштың тасасына барып тоқтады. Өзі байқалғысы келмеді, бірақ көзін де ала алмады. Балалардың бірі жүгіріп келіп, Жанардың қолынан ұстай алды. Жанар оны құшағына басты. Сол сәтте Ерланның жүрегі шімете қалды. Бір кезде ол осындай көріністің ішінде өзі жүрем деп ойлаған. Қартайғанда жанында отбасы болады деп ойлаған. Немерелерін ойнатады деп ойлаған. Ал қазір бәрі басқаша еді. Жанар басқа өмір сүріп жатыр. Басқа адаммен, басқа балалармен, және ең ауыры ол бақытты сияқты көрінді. Біраз уақыттан кейін әлгі ер адам Жанардың иығына қолын қойды. Жанар оған күлімсіреп қарады. Сол сәтте Ерлан көзін төмен түсірді. Одан әрі қарауға шамасы жетпеді. Ол саябақтан тез шығып кетті. Ұзақ уақыт көшелерді бос кезіп жүрді. Кеш қарайғанда ғана бөлмесіне оралды. Сол түні ұйықтай алмады. Көз алдына қайта-қайта Жанардың жүзі келе берді. Бірақ бұл жолы жылап тұрған Жанар емес, өкпелеген Жанар емес, бақытты Жанар. Ерлан дәл осыны көру ең ауыр нәрсе екенін түсінді. Өйткені ол енді оның өміріне қажет емес еді. Бір кезде Жанар онсыз өмір сүре алмайтындай көрінетін, ал қазір онсыз өте жақсы өмір сүріп жатыр. Және бұған ешкімді кінәлауға болмайтын. Бір аптадан кейін Ғалымжан хабарласты. Олар шағын дәмханада кездесті. Көптен бері көріспеген. «Қалайсың?» деді Ғалымжан. «Болғанымша, жұмыс ше?» «Бар». Екеуі біраз сөйлесті. Сосын Ғалымжан абайлап сұрады. «Ұлыңмен сөйлестің бе?» Ерлан басын изеді. «Сөйлестім». «Не деді?» «Ештеңе». Ғалымжан күрсініп қойды. «Уақыт керек шығар». Ерлан ашшы жымиды. «Мен көп уақыт жоғалтып алдым». Ғалымжан жауап бермеді. Өйткені бұған қарсы айтатын сөз жоқ еді. Сол түні Ерлан ескі қорапты ашты. Түрмеден шыққаннан бері ашпаған.
ішінде суреттер сақталған. Бір сурет қолына түсті. Жас Ерлан, жас Жанар. Ортада кішкентай ұлдары тұр. Үшеуі күліп түскен. Ерлан суретке ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын ғана: "Неге сол кезде тоқтамадым екен?" деп сыбырлады. Бірақ бұл сұрақтың жауабы енді ештеңені өзгертпейтін еді. Уақыт өте берді. Ерлан бұрынғыдай күн сайын емес, кейде ғана ұлын ойдақ қоңырау шалатын болды. Бірақ әр жолы бір нәтиже. Не телефон көтерілмейді, не қысқа жауаппен аяқталады. Соған қарамастан, ол үмітін толық үзбеді. Бір күні кешке жұмыстан қайтып келе жатып, автобус аялдамасында таныс адамды көрді. Алғашында көзіне сенбеді. Бұл оның ұлы еді. Бойы өсіп кеткен, ығы кеңейген. Нағыз азамат болып қалыптасыпты. Ерлан орнында қатып қалды. Бірнеше секундтан кейін батылданып жақындады. "Балаң?" Ұлы бұрылып қарады. Жүзінен таңданыс байқалды. "Әке?" "Иә." Екеуі біраз үнсіз тұрды. Айналадағы адамдар асығып өтіп жатты. Ал олар үшін уақыт тоқтап қалғандай еді. "Қалайсың?" деді Ерлан. "Жақсы." "Жұмыс істейсің бе?" "Иә." Тағы үнсіздік. Ерлан бұл кездесудің кез аяқталуын қаламады. Өйткені мұндай мүмкіндік тағы бола ма жоқ па білмейтін. "Бір жерге отырып сөйлессек қайтеді?" Ұлы біраз ойланып тұрды. Сосын: "Жарайды" деді. Жақын маңдағы шағын дәмханаға кірді. Терезе жанындағы үстелге отырды. Ерлан ұлына қарап отырды. Осы жылдар ішінде қанша нәрседен құр қалғанын енді анық сезді. Мектеп бітіруі, алғашқы жұмысы, өміріндегі маңызды сәттер бәрінен тыс қалды. "Әке?" Ұлы бірінші болып сөз бастады. "Иә." "Сен менен не күтесің?" Бұл сұрақ күтпеген жерден қойылды. "Не дегенім? Кешіруімді күтесің бе?" Ерлан үнсіз қалды. "Білмеймін. Мен саған өтірік айтпаймын." Ұлының даусы сабырлы еді. "Бала күнімде қатты сағындым, көп күттім. Сотқа да бардым, хаттарыңды да оқыдым." Ерлан көзін төмен түсірді. "Бірақ уақыт өте, бәрі өзгерді." "Балам, мен саған жамандық тілемеймін, шынымен. Бірақ бұрынғыдай ештеңе болмайды." Бұл сөздерді есту Ерлан үшін өте ауыр болды. Бірақ ол қарсы дау айта алмады. Өйткені ұлы дұрыс айтып тұрған. "Мен сенің орнында болсам, бәлкім дәл солай істер едім." Ұлы оған қарап отырды. "Анам көп қиындық көрді, мен де көрдім. Сол кезде сен қасымызда болған жоқсың." Ерланның көзіне жас келді, бірақ ол жыламауға тырысты. "Кешір. Мен сені жек көрмеймін, бірақ бұрынғыдай жақсы көре алмаймын да." Осы сөз бәрінен ауыр тиді. Жек көрудің өзі бір байланыс, ал немқұрайлылық одан да ауыр. Әңгіме ұзаққа созылмады. Ұлы орнынан тұрды. "Мен кетейін." "Жақсы." Ерлан да орнынан көтерілді. Екеуі сыртқа бірге шықты. Көшеде қоштасар кезде Ерлан ұлын құшақтағысы келді, бірақ батылы жетпеді. Ұлы да жақындамады. "Аман бол, әке. Аман бол, балам." Ұлы бұрылып кетті. Ерлан оның алыстап бара жатқанын ұзақ қараттырды. Бұл олардың соңғы кездесуі екенін сол сәтте сезбесе де, жүрегінің бір түкпірінде түсініп тұрғандай еді. Сол кеште үйіне қайтқанда, бұрынғыдан да қатты жалғыздық сезінді. Өйткені бүгін ол бір шындықты толық мойындаған еді. Кейбір жоғалтқан нәрселерді қайтару мүмкін емес. Қанша өкінсең де, қанша күтсең де, қанша кешірім сұрасаң да. Ал алда оны өмірінің ең тыныш әрі ең мұңды кезені күтіп тұрған еді. Жылдар өте берді. Ерлан да қартайды. Баяғы қара шаштың орнын ақ шаш басты. Қадамдары баяулады, жүзіне терең әжім түсті. Бірақ кейбір нәрсе өзгермеді. Жалғыздық. Ол әлі де кішкентай пәтерде тұратын. Таңертең оянады, шайын ішеді. Жұмыстан әлде қашан кеткен. Қазір күндерінің көбі үйде өтетін. Кейде аулаға шығып орындықта отырады. Кейде терезенің алдында ұзақ тұрады. Ал кешке үйіне қайта кіргенде оны үнсіздік қарсы алатын. Бір кезде ол тыныштықты жақсы көретін. Енді сол тыныштық жүрегін ауыртатын. Бір қысқы кеш еді. Сыртта қар жауып тұрған. Ерлан шкафтың жоғарғы сөресіндегі ескі қорапты түсірді. Бұл қорапты көттен бері ашпаған. Ішінде өткен өмірінің қалдықтары сақталған. Ескі хаттар, бірнеше құжат, суреттер. Ол бір суретті қолына алды. Жанар, өзі,
ұлдары. Үшеуі теңіз жағасында түскен екен, барлығы күліп тұр. Ерлан суретті алақанына салып ұзақ отырды. Сол күн есіне түсті. Ұлының қуанып жүгіргені, Жанардың күлкісі, кешкі серуен, қарапайым ғана бақыт. Сол кезде оның қолында бәрі болған, отбасы болған, сенім болған, үй болған. Ал өзі сол байлықтың қадірін түсінбеген. Түн ортасына дейін суреттерді қарап отырды. Әр сурет бір естелік, әр естелік бір өкініш. Бір кезде қолына ұлының бала күнгі суреті түсті. Артында өз қолымен жазылған сөз бар екен. Менің ең жақсы әкем. Ерлан көзін жұмып алды. Осы сөзден кейін көз жасын ұстай алмады. Өйткені сол кішкентай бала оған шын сенген еді. Ал ол сол сенімді сақтай алмады. Керезенің ар жағында қар жауып тұрды. Үй іші тым-тыныш еді. Сол тыныштықтың арасында Ерлан өз өмірін ойлады. Ол түрмеге түскен үшін ғана өкінбейтін. Жұмысынан айырылған үшін де емес. Ақшасынан айырылған үшін де емес. Ең үлкен өкініші басқа еді. Бір сәттік әлсіздік үшін ең жақын адамдарын жоғалтқаны. Қайтып келмейтін жылдарды жоғалтқаны. Ұлының өскенін көрмегені. Жанардың сенімін аяққа таптағаны. Сол түні ол диван жанындағы үстелге суретті қойды. Суретте бақытты отбасы тұр. Баяғы отбасы, баяғы өмір. Ерлан суретке қарап отырып, ақырын ғана сыбырлады. Егер бәрін қайта бастауға мүмкіндік болса, сөзін аяқтамады. Өйткені өмірде ондай мүмкіндік болмайтынын жақсы білетін. Кейбір қателіктер кешіріледі, кейбір жаралар жазылады. Ал кейбір шешімдердің салдары адаммен бірге өмірінің соңына дейін жүреді. Ерлан мұны тым кеш түсінді. Терезе сыртында қар жауып тұрды. Ал бөлме ішінде қарт адам өткен өмірінің елестерімен жалғыз отырған еді. Сол жалғыздық оның ең ауыр жазасына айналған болатын. Егер бұл оқиға сізге ұнаса, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздер үшін өмірден алынған әсерлі оқиғалар, тағдырлы хикаялар, жүрекке жететін драмалар мен ой салатын әңгімелерді тек қазақ тілінде ұсынып отырамыз. Пікір қалдырып, өз ойымызды бөлісуді де ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі қызықты оқиғаларда кездескенше.